Бүйрек адам ағзасында фильтрациялық қызмет атқарады. Қаннан метаболизмнің соңғы қажетсіз өнімдерін тазалайды, қажетті өнімдерді артқа реабсорбциялайды. Бүйректің өлшем бірлігі нефрон. Нефрон өз кезегінде келесі құрылымдардан тұрады. Боумен шумлянский капсула. Ішінде достар шумақшалары, капиллярлар болады. Осы шумақшалар бұзылатын болса, адамда гломерулонефрит деген ауру туындайды. Шумақшаның негізгі қызметі қанның құрамындағы белоктарды, одан кейін формуалдық элементтер эритроциттерді артқа қарай қайтару, ағзаға қайтару. Біріншілік зәр эритроциттерден және де белоктардан айырылған ультрафильтрат деп аталады. Ары қарай ультрафильтрат сұйықтық проксималды түтікшеге келеді. Проксималды түтікшеден кейін генлі ілмегі, одан кейін дистальды түтікшеге барады. Проксималды түтікшеде ағзаға қажетті барлық химиялық элементтер натрий, калий, кальций, хлор, магний және де глюкоза қанға реабсорбцияланады. Қалған зәр дистальды түтікше арқылы жинақтаушы түтікшеге, жинақтаушы түтікше арқылы зәр шығару жолдарына тасымалданады. Бұл алған білімімізді практикада қолданайық. Зәрге қалыптыда белок шықпау керек. Зәрде белок болса, оны протеинурия дейді. Зәрде белокты дәрігер табатын болса, шумақшаларда проблема бар деген сөз. Белок шығуы негізі подоцит аяқшаларының бұзылысынан, зәрге қан шығуы көбінесе шумақшалық капиллярдың мембранасының бұзылысынан көрініс береді. Қанның шығудың әртүрлі себептері бар. Өзгерген эритроциттер шумақшаның патологиясында болады. Артерия реналистен қан шумақшаларға әкелуші артериямен барады, афферентті артериола. Оның ішінен сүзгіден алынған қан эфферентті артериолаға барады. Әкетуші артериола бүкіл нефрондардың бойымен жүреді. Қажетті элементтердің барлығы осы жерге реабсорбцияланады да, реабсорбцияланған өнімді әкетуші артериола вена реналиске береді. Бүйректік вена ағзаға қанды алып кетеді. Осындай механизмнің арқасында адам ағзасы бүйрек арқылы гомеостаз тұрақтылығын сақтап тұрады. Қажетті элементтердің барлығы қанға қайта сіңіріліп отырылады. Қажетсіз метаболизм соңғы өнімдері зәр болып сыртқа шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Лайк басуды ұмытпаймыз.